Оразаны бастамас бұрын ең әуелі ниеттен бастаймыз. О Раббым, өзіңнің разылығың үшін, өзіңе жақындау үшін, қандайда бір парыздарыңның бірін шын ниетпен орындаймын дейсіздер. Осымен бірге амалды қосуды ұмытпауымыз қажетпіз деп ойлаймын. Амал бұл өздеріңіздің жақындарыңыздың, яғни игілігі үшін, яғни оларға қандайда бір бақыт қонсын деп, бастарына бақ қонсын, қандайда бір жетістікке жетсін деген біз не істейміз? Қасына амал етіп дұға етеміз. Қарызға батып жүрген достарыңыз болса, оны Құдайдан сұрайсыздар, жалбарынып, өйткені бұл мейірім айы, тазалық айы, рақымшыл айы, яғни рақымшылыққа толы ай. Менің сол досымды қарыздан құтылдыра көр. Қандайда бір көршіңіз хәл үстінде жатса, оның осы бір аурудан, дерттен айығуын жалбарынып сұрау. Өздеріңіздің балаларыңыз шетелде жүрсе, оларды да Құдайға тапсырып, осы жолдан тайып кетпеуіне өзіңе аманат етіп балаларыңызды тапсырасыздар. Үйде отырып қалған қыздарыңыз болса, күйеуге шықпай жүрген, өзінің құтты орнына қонсын деп Құдайға не істейміз? Сұрап, жалбарынып, дұға етеміз. Бұл не үшін десеңіздер, үлкен сіздерге сауап болып жазылады өзге адамға, яғни дұға ету. Және бұл сіздердің жүректеріңізді тазалайтын, үлкен бір жолға жетелейтін күш десем де болады. Бұл ораза ішкі келісім шарт. Өзіңмен байланыс, яғни ішкі тазалық десем болады. Оразаның бірінші түрі жай ораза. Аузы тыйып қана қоймай, бұл жерде сөз тазалығы жоқ. Бұл жерде реніш бар. Бұл жерде ашу ызаға жол берген және өсек әңгімеге жол берген адамдар десем болады. Бұл рухани әлсіз, яғни негізі жоқ дүние десем болады. Екінші ораза бұл ерекше ораза. Ішіп жеуден ғана тыйым салынбай, яғни көз харамнан, тіл әңгіме сөзден, яғни өтіріктен, құлақ өсектен, қол қандайда бір жаман дүниеге бармайтын ерекше ораза десем болады. Ал үшінші ораза бұл шынайы ораза. Бұл тазалық, ішкі тыныштық оразасы, яғни сана тыныштық, ішкі жан күйдің оразасы десем болады. Бұл жерде жүрекке ешқандай адам байланбаған. Бұл жерде жүректе тек қана Құдайға және жаратушыға ғана арналған орын бар. Бұл жерде мына жүрек тазалығында, шынайы оразада адам қандайда бір ашуға берілмеген, яғни кек сақтамай, кішпейіл танытып, әрі қарай күліп ойнап кете берген. Міне мейірімділік деген осы ораза айында осы. Барлығымыз осы шынайы оразаға келуді нәсіп етсін деймін.